Кола мен холидей алдық. Макарон рожкидің 2 түрінен алдық. Балалар жейтін султанның 2 вафлин алдық. Андаймын деп пісіргенге деп сливочный берегадан 1 пачка, закромадан 8 пачка алдым. Бигбоның говяжьинан 10 пачка, куринанан 10 пачка алдым. Асыққанда ішіп кетеді деп алғам ғой. 1 килограмм пияз алдым. Балаларға алма, банан алдым. Жолдасым жұмысына деп қолғап алды. Лепешкадан алдым. Балаларға пицца степенде моцарелла мен сырдың 2 түрінен алдым. Балаларым асқабақтың дәніменен, жолдасым өзіне скумбрия алды. Балықты өте жақсы көреді. Бургер, хот-дог, сэндвич алдық. Быстрая закуска. Жынычы емішкесіменен өзім шайымды алдым. Ассам, попробуй сам деп ассам шайын, пряник, крекер печеньесі, овсяное печенье, топленое молоко печеньесі, сосын шедевр 5 литрлік сұйық май, тұз 1 пачка, колбаса 2 палка, кейін қант 1 салафан, какао. Балалар сүтпен қосып ішкен жақсы көреді. Мына жерде жаркояға қосатын приправа. Қызым өзіне бас киім алды. Үлкен қызым Айгөркем мына жерде ол киіп көріп жатыр. Мінеки. Киіп көріп алған. Қызым Айлин өзіне колготкин алды. Мейірлан ұлым да колготки. Автоматын көріп жатыр ойыншықтарын. 2 ұлыма 2 ойыншық. Амина қызыл бас киім алды. Мына жерде Айлин 2 колготкин алып тұр. Мына жерде Мейірлан үлкен ұлым өзіне бас киім алды. Мінеки. Сізге распаковка чек қалай ұнап жатыр ма, достар? Мына жерде Айгөркем өзіне көктемде, күзде киетін, мектепке киетін шалбар алды. Бұл 2 түрлі шалбар алған ғой негізінде. Біреу мынау қыста с начесом. Қыста киетін шалбар. Бұнда Айгөркемге алып бердім. Амина қызыма колготки мектепке киетін. Айлин кішкентай қызыма ойыншық өзіне таңдап алды. Өскенде дәрігер болам дейді. Мынандай ішінде шприцы бар, микроскопы бар, тонометрі бар. Қалай достар, сіздерге ұнап жатыр ма распаковка? 2 ұлыма 2 шалбар алдым, үйде киіп жүретін жылы шалбарлар. Как раз қазір өзі салқын кез ғой. Қыздар өздеріне ручка алды. Әртүрлі пастасы бар розовый ручканы Айлин өзіне таңдап алды. Стирающая ручканың пастасынан 2 упаковка алдым. Бізге өйткені ол жетпейді. 1 упаковкасы. Үйде 3 оқушы бар. 7 класс оқитын қызым, 4 класс оқитын қызым, және 2 класс оқитын қызым. Маркер алдық. Өзіне ұштағыш алды. Айгөркем өзіне фонарик алды, өйткені 2 сменде оқиды. Ол қайтам дегенше уже сабақтан келінбеше кеш түседі, қараңғыда келеді. Соткасын фонаригін экономдап, зарядкасын экономдап, фонаригін жақпайтында өзіне отдельно осындай фонарик алды. Ауылда тұратындықтан үйге запасной дәрілер алдым. Синекот, амоксиклав, настойка перечной мяты дегенді. Осымен распаковка бітті.